Ерболат өз түрлігіне өте шебер, барлығымыздан басы бозды. Мен біреудің дүние мүлкін санап атқан жоқпын. Бірақ осы соның барлығына өзінің табандылығының арқасында жетті. Осы тіпті 1-2 жылдың ішінде Тұрсынбектен де озды деп жатырсыз да. Қай жағынан? Енді барлық жағынан. Материалдық тұрғы болсын. Жоқ. Енді Тұрсынбектен озды деген білмеймін енді. Тұрсынбектен қалай озды дегенде мен айта алмаймын оны. Оздым деп. Өйткені себебі ол өз алдына тұлға ғой. Тұрсынбек жалғыз өзі бір театр деп Нұржан Төлемдиев ағамыз айтқан. Шыны керек. Ал материалдық жағдай ол не ол? Бірде бар, бірде жоқ ол. Бүгін Тұрсынбекте бар болса, ертең Қайратта бар. Арғын менде бар, Арғын сенде бар. Ераға енді біріншіден сұхбатқа келісім бергеніңізге алғысым шексіз. Екіншіден былай келісіп алайық. Қазір мен сізге нақты сұрақтар қойып, сіз нақты жауап беруге тырысыңыз. Иә, енді. Білем, өнерде өзіңіздің орныңыз бар екенін, білем, кез келген азаматты ініне тығыз жіберетініңді сөзіңмен. Иә, өзің ішің сезіп отқанша қаймағат айтқан. Сондықтан ашуға салынбаңыз. Иә, аға. Сондықтан өткен кеткен дүниені еске түсіруге тура келеді қазір. Ең бастысы сіз дайын болсаңыз болды. Бірақ енді атты бір сондай қинайтын сұрақтар қоймайтын шығарсың деп ойлаймын енді. Көрейік бұйырған. Жай күйіңіз қалай бүгінгі? Қай жағынан? Жалпы жағдайыңыз қалай? Жағдайым Аллаға шүкір жақсы. Жалпы туған туыстар жағына келетін болса, жалпы өзіммен жаңағы қазақта айтады ғой енді, бір үйден өсіп өнген дейді. Өзіміз енді бір әкенің жоқтығы болмаса, Аллаға шүкір, анам бар. Мен анамның қолында тұрам. Ағам бар, әпкем бар. Сол жағдайым жақсы. Бәрі Аллаға шүкір. Жалпы біраз жыл болып қалды осы Шиман апа образымен жүргеніңізге, сонымен танылып, соның арқасында наныңыз жеп жатсыз, дұрыс жей беріңіз, бұйыра берсін. Бірақ бойыңызға осы әйелдердің қасиетін көп жұқтырып алдым деп ойламайсыз ба? Жоқ, ондай жұқтырып алдым деп ойламаймын. Өйткені себебі біреулер енді сырттан белгілі ғой, біреулер айтып жатады, сен кәдімгі Шиман апа әженің несі жаңағы мінез құлқы қалыптасып кетті деп жатады. Енді біреулер айтқан адам айта берсін. Өйткені себебі барлық мысалы адамның көңілінен шығу мүмкін емес ол. Жалпы мен тұрмақ кейбір ел басқарып жатқан ағаларымызда, бір ауданды, бір облысты басқарып жатқан ағаларымызда халықтың көңілінен шыға алмайды ғой кейбірде. Мен айтамын да, үйдегі 4 балаң болса, 3 балаң болса, соның 3-үне 3 түрлі подход жасайсың да. Сондықтан бәрінен шығу мүмкін емес көңілінен. Енді сырт көзге белгілі біреулер, я сен сондай кейбірде сөйтіп сөйлеп қаласың дейді. Мүмкін олай да болады шығар, мен ештеңе өзім байқаған жоқпын. Атак мен қалай тәрбиеледім, қалай тәрбиелендім, солай өзімнің прямой дейді ғой. Бетің бар, жүзің бар демеймін, дұрыс емес болса, дұрыс емес деймін, басымды кесіп басады. Иә, дұрыс болса, дұрыс деймін. Мына сұраққа қалай қарайсыз? Еркектер өз рөлдерін таппаған соң, амалдың жоғынан әйелдерді ойнауға тырысады дейді. Жоқ, енді мен өз рөлін таппаған соң деп айта алмаймын. Өйткені себебі мен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының театр факультетін актер, драма және кино деген мамандықты бітірдім. Тасболат Омаровтан. 4-ші курсымызда халық әртісі Құдайберген Сұлтанбаев ағамыз сабақ берді. Енді өз рөлін таппаған соң дегенде білмеймін, келіспеймін. Өйткені себебі рөлді әр актер ойнай береді, бірақ бұл енді әзіл саласында. Мен өткенде біз қазір енді кішігірім қысқа 1 минуттық әзілдер түсіріп жүрміз ғой әлеуметтік желіге. Сол кезде шал болып ойнап, өзім болып ойнап шыққан кезде опрос дейді ғой. Әлеуметтік желіде опрос жасадық. Бәрі жаңа Шиман апа болып ойнағанды қалайды да. Ол халықтың сұрауы. Не дейді? Халық қаласа хан түйесін сояды дейді ма? Сол сияқты халықтың сұрауы. Енді айтқан адам айта берсін, ешкімнің аузына мен қақпақ боламын деп айта алмаймын. Кейбір адамдар бар, өзі түк қатырмайды, бірақ сөйлегенде өлтіреді. Кейін соның бүйтіп, мысалға кімдер олар? Сөйлегенде өлтіріп? Білмеймін енді. Біреуді нақты бәлен түген деп айта алмаймын. Өйткені себебі шынымен көп қой ондай адамдар.
мысалға айта алмаймын, пәлен түген қазір есіме келіп отқан жоқ, бірақ енді нақты айта алмаймын, өйткені себебі көп ондай адамдар. Менің осы 15 жыл, енді 17 жыл болды ғой, енді өнерді, жалпы өнердің шаңыраққа, өнер шаңырағына келгеніме 18 жыл болды. Осы 18 жылдың ішінде көрген адамдар бар да ондай. Бар, иә. Өнер шаңырағына. Ал бетіңізден сөйлемейді, көтіңізден біраз әңгіме айтатындар, ондайлар да бар, иә, арттан әңгіме айтатын. Сізге мынандай сұрақ. Осыдан 1-2 жыл бұрын Қайрат Нұртас сіздің көңіліңізді қатты қалдырыпты. Бірақ мен өзім енді қалай айтсақ та ағасың ғой. Осыны кім қозғап жүреді, кім қозғайды деп жүр едім. Иә. Осыны жыл жауып қоя салайыншы. Жақсы аға болу үшін бірінші жақсы іні болу керек дейді да. Мен сізге айтайын қазір. Сол ініңіз не себеп сіздің басыңызға 1 литр коланы лақтырды? Әй, қызық-ай. Енді ол жерде енді бір түсініспеушілік болып қойған шығар. Жоқ. Әзіл деген шығар. Жоқ, Ереке, бұл жерде сұрақтан қашпаңыз, сіз тіке сұрақ, тіке жауап. Айта бер. Қайрат Нұртас басыңыздан қой ол, басыңыздан дегендей шли ондай емес. Жоқ, ұрған рас қой? Жоқ, ұрған жоқ, оны лақтырған кезде просто маған тиіп кеткен ғой. Хорошо, жақсы, төбелесіңдер, неттіңдер. Ол қаяқтан естіп алғансың ондай. Қараңыз, ол жерде Музарт тобының директоры Ерлан бар. Жоқ, Ерлан жоқ. Ерланмен төбелескен рас? Жоқ, төбелескен жоқ. Енді шындығыңды айт. Ерланмен болған жоқ ондай. Ерлан болған жоқ ол жерде. Қойыңыз. Ондай интрига создавать етеді. Нұрсейт. Ондай болмайды. Ерлан ол жерде мүлдем жоқ. Салфетка бере салыңызшы, Ераға терлеп кетті. Салфетка бере салыңызшы. Ерлан мүлдем жоқ ол жерде. Жақсы, Ерланмен әңгімені қазір сізге қозғаймын. Қайрекеңмен болған оқиғаны еске түсірейікші. Қайсы Әділгерей ма? Әділгереймен де айтып беремін сізге қазір. Иә, пока Нұртаспен сөйлесейікші. Нұртаспен не үшін ерегісіп жүрсіз? Ерегіскен жоқпыз, просто орнына плотно қойыпсың. Жоқ, ондай емес. Болады, ершекспей бекіспейді дейді. Бір әңгімеде бір бүйтіп қалдық да, сосын мен айттым, енді мен сенен бір 10 жас 20 жас үлкен болмасам да, 3-4 жас үлкендігім бар ғой, бауырым, ұят болады деген сияқты бір түсінісіп кеттік. Енді шыны керек сол жерде ағалар болды, қойыңдар деген сияқты. Бірақ Қайратты өзіңе прямой секіріпті. Ондай болған жоқ. Битва титанов болды дейді ғой. Жоқ, енді ол жалғыз өнер адамдарының ішінде емес, өмірде күнде болып жатқан жағдай ғой. Демек, ерегіскендеріңіз рас. Ерегіскенде енді біз айтып отырмын ғой. Орнына қойдым дедіңіз маған, да? Ондай қойшы енді. Гематом әлі бар ма? Көрейінші бақыраш. Қайда гематома, құдай сақтасын.